кітаптың өзі сыртынан қарағанда қорқынышты ғой. Оны оқып бірден оқып тастай алмайсың. Сондықтан бір сондай өлер кезінде оқиын деп, соны оқыдым сол кезде. Сосын одан кейін сезімімізді, әсерімізді ұмытып қаламыз деп мен қағазға жаздым. Сондықтан соны жайлап асықпай әр жерінен оқып берейін. Түркі жұртының ежелгі тарихы туралы, оның ішінде Тұғырыл хан Шыңғыс Қаған жайындағы қай шығармада оқырманды бейжай қалдырмайды. Мен де қызыға қолыма алдым. Айтары жоқ, романға көп еңбек еткені көрініп тұр. Көңіл көншітерлік тұстары көп. Роман оқиғасы шамамен 15 жылдай уақыт шеңберінде өрбиді. Тәуекел ханның Сидақ атты сарбазға кездесуі мен кейінгі қарым-қатынасын, Сидақтың Ораз Мұхаммед екеуінің орыс тұтқынына болған жылдарды қамтиды, жаңағы 15 жылдай, шамамен айтқанда. Солай ма? Қалған оқиғалар Сидақтың Тәуекелге айтқан әңгімелері. Бірақ автор ол әңгімелерді Сидақтың аузына салмайды, өзі суреттеп, өзі баяндайды. Сөйтіп оқиғалар 5-6 ғасырға шегініп кетеді. Бұл да прозаның бір тәсілі. Осы тәсілді автор жақсы меңгерген. Романның басталуы, шарықтау шегі, аяқталуы деген сияқты тәсілдер түгел. Ал енді романды, прозаны оқыған кезде бірінші сөйлемінен білінеді өзі. Мына бірінші сөйлемінде және бізге ақпарат бермейді, бізге сурет береді. Өзіңіздер оқып қараңыздар, екі сөйлем тұр, Тәуекел ханның сөзіне дейін. Сол кезде біздің алдымызға үлкен картина келеді. Бұл да прозаға өте қажетті нәрсе. Романда оқиғаны көз алдыңа көлбетіп әкелетін суреттеулер жетерлік. Бұл жағынан автордың қолтаңбасы төселген. Бұндай сәттілік романның алғашқы бетінде, бөлігінде қадау-қадау көрінеді. Алғашқы бөлігінде. Оның бәрін айтып жатуы артық деп білемін. Алғашқы бөлігі дегеніміз, менің ойымша, романның қақ жартысы, бірінші бөлігі. Татар жорығына барып келген Темужинге айтқан Тұғырыл ханның сөзін шешендік арнаға салып, ұйқасты жыр тәрізді есілтіп жазуы жанды сөз. Бұл 63-ші бетте. Темужиннің аузымен Алтан ханы бізге дос па, жау ма деген сұрауына Тұғырылдың оған қайтарған жауабын айтайын. Көп екен деп қорқуға болмайды деп тұжыруы оқырманды ойландырады. Бұл бүгінгі күннің сауалына да берілген сұраққа жауап деп есептеймін. Осы жерге келген кезде оқырмандар кәдімгідей әсерге бөленеді деп ойлаймын. Көк тәңірі туралы түсінікті Тұғырылдың аузына салғанында мақұл. Сонымен бірге Уаң Хазіреттің Шыңғысхан сұрақтарына қайтарған жауаптары ұтымды. Бұл жазушының шеберлігі. Ойлантатын жауаптар береді, мысалға, сұрақтарға. Жасақтың жаттығу жасау көріністері мен нақты түрлерінің сипаттамасы, жасаққа ас дайындалуын суреттеу көңіл тоғайтады. Мысалға, бұрынғы тарихи еңбектерде ол мыңдаған жаңағы әскер, олар қалай тамақтанады, қалай жаттығады, ол бірден жинала салып кете сала ма деген әңгімелер, мысалға, кемшін түсірететін еді. Осы сияқты романның ұтымды тұстары жетерлік. Жақсыны жақсы деу керек. Олардың бәрін термелеп отырсақ, әңгіме ұзап кетеді. Автордың романға дайындықпен келгені, ең бастысы сол заманның демін жақсы сезіне алған. Осыны баса айтқан ләзім. Қазақтың іргелі романы болады. Сол романға қосып атқан біздің дәніміз. Мен енді мына романда, көркем романда әсіресе тұрақты теңеулер деген. Мен мына тұрақты теңеулерді мен жазып отырдым. Мысалға, міне біріншіде құйрығын үзіп қашатын шөл кесірткесіндей дейді. Мысалға, бұл тұрақты теңеулер. Қалыптасып қалған теңеулер бар. Сосын да жазушының өзінің жазу барысында тапқан теңеулері болады. Осының бәрін мен жазып отқан кезде, мына аяғына қарай уже көп жазбай кеттім. Бас жақ кезде көбірек жазып кеттім да, соны қараған кезде көркем романда эпитет, метафора, теңеу, еліктеуіш сөздер, баяндау, бейнелеуіш сөздер деген қаншалықты көп болса,
сонша алдық көз алдымызға жақсы суреттерді алып береді кино сияқты. Оның ішінде енді мына Жәдидің өзінің тапқан шығар деп ойлаймын. Бір тосын бұрын естімеген сондай тұрақты теңеулерді мен байқадым. Иә. Мысалға мына балық бауырланған аспан дейді, мына бір екінші сурет. Соны біздер Мен оны бұрын естімедім. Бұрын саз бауыр бұлттар деп айтып Иә. соған келіпті. Соны басқаша болып екен. Мына алдашының аларқаны қыл мойнына ілінгендей деген мысалға. Ебелек жапқан құм ішіндегі бастаудай мысалға. Ол да көз алдыңа суреттер келтіреді да. Жыланның басында етсіз епті басын дейді. Иә. Сол кейбір жерін осы өзінің жазған теңеулер ау деп асты сызып қойдым. Еңсесі садақ жақтауындай еңкіш тартып дейді мысалға. Адам шаршайды ба, қажыды ба сондай кезде. Иә, сондай суреттеулер беріп отыр. Негізі тұрақты теңеулер деген бізде сөздік бар. Тіл мамандарының. Розело сөздік па? Жоқ, разделенген сөздік ол басқа. Тұрақты теңеулер. Олар да бар. Иә. Сонда әр жазушының өзінің қолданған теңеулерін келтіруге тырысады да. Тұрақты теңеулері. Сол кезде егер соған Жәдиді не қылса, ендірсе біраз Жәдидің де жақсы тұрақты теңеулерін қосуға болады. Негізі осы жазушы тарихта болған оқиғаны қазіргі жазушының көзқарасымен емес, тарихи кейіпкердің дүниетанымымен, ойлауымен, соның сөйлеуімен жазса шығарма шырайлана түседі. Иә, бұл нәрсе Жәдиде де бар. Мен ойлаймын енді қазіргі науқанда басталып жатыр ғой. Мемлекеттік сыйлық деген. Соған Жәдиев шыңғалы отырған болу керек деп ойлаймын. Сонда жаңағы баяндамашы ретінде лайық па, лайық емес пе? Баяндамашы ретінде лайық па осы роман жаңағы мемлекеттік сыйлыққа ұсынуға? Қалай деп ойлайсың? Біздің кетуге лайық. Кезінде мысалы көшпенділерде білесіз қандай әңгіме болғанын, ол кісінің жаңағы тілінде білесіз, Ілияс Ежбемердиннің тіл жағынан көбірек тиісті ғой. Ол кісінің мамандығы инженер, сонда жаңағы осындай әңгімелер болды, сондықтан біздің кетуге лайық дейді.